Үйренушілер, қызығушылар, біз бүгін енді бастапқы алғашқы Қытай тілінің бірінші сабағынан бастаймыз. Ни хау, саламатсыз ба? Сабағынан бастаймыз, бірінші сабақ. Иә? Бірінші сабақ. Бірінші сабақ. Ни хау. Ни хау. Ни хау. Алдымен біз жеке сөздерді жазайық, оқиық. Сосын кейін ақырын-ақырын диалогтарын оқимыз. Бірінші бұнда сөз ни деген сөз. Ни. Сен деген сөз, Бұның жазылуы пе, шу, пе, хангу, шогу, ден, ден. Бұл ни, сен деген сөз. Сен. Мысалы, мен, сен, ол деген мағынадағы, ни. Келесі, хау деген сөз. Жалғыз өзі жақсы деген мағынаны білдіреді. Жақсы. Бұны жазылуы педен, пе, хың. Мұна жерін үлкен қып шығармаймыз, хың, пе. Шоу, хың. Хау деген жақсы. Жаман, жақсы дегендегі жақсы. Екеуі қосылып, ни хау. Ни хау деген сөз сәлеметсіз бе? Бұлайша біздің қазақ тілімен айтқанда амансыз ба деген сөз. Бұл Қытай тіліндегі бірден бір амандық, саулықты сұрасатын сөз. Ни хау. Келесі, алдында оқығанбыз, мынада и деген бір цифр, у, 5 оқып кеткенбіз бұны. Мына жерде мынасын жазып қояйын. И дегеніміз бір, у, 5. Сосын кейін па дегеніміз 8. Келесі, да. Үлкен, кішкене дегендегі үлкен деген сөз. Да. Хың, пе, на. Да. Үлкен. Үлкен. Бұ. Бұл көбінде болымсыздық тұрғыдан айтады. Мысалы, жақсы десек, хау. Егерде бұ хау, бұны алдына қосып, артына хауды қоссақ, бұ хау жақсы емес, бұлайша айтқан кезде жаман. Сонда бұ деген сөз көбінде болымсыздық, болдырмау мағынасында. Бұ дегеніміз хың, пе, шу, ден. Бұл жоқ емес деген сөз, жоқ емес. Сосын кейін коу,
ауыз. Шу, хыңжы. Коу. Кәдімгі адамның ауызын айтады, е? Коу. Так, мәні басынан бастап жазылған біразын өшірейін. Ары қарай тағы бір 3 сөзді қосайын, е? Жазылуын көрсетіп атырмын. Қазір артынан барлығын қайтадан бәй, ақ. Кәдімгі ақ, қара, қызыл деп рең, светтерге, түстерге келеді қазақша айтқан кезде. Пе, шу, хың, жөкөу, хың. Бұл ақ реңге келеді, түске, ақ түс дегендегі ақ. Келесі, жаңағы ни хау дегенде, хау деген сөздегі артындағы ни қыз бала, әйел деген сөз мағынаны білдіреді. Ни, педен, пе, хың. Бұл, мысалы, Қытайда барлық қалаларына, қай жерлерге барсаңыз, әлеуметтік орындарда, мысалы, бізде әйел адам, ер адам деп жазылып тұрады, жеке қолданыстағы әлеуметтік корректив жерлерде. Сол кезде осы ни деген сөз тұрады. Бұл әйел адам деген сөз, Келесі ма, 3-ші томмен. Бұл кәдімгі жануар, ат деген сөз, ма. Хыңжы, шоужы жөкөу. Хың, ма, ат. Мұнау әйел, мұнау ат. Ат. Енді қазір бұның жазылуын көрсеңіздер, түсініп, өздеріңіз тоқтатып қойып жазылуын көріп алыңыздар. Мен бір рет жазылуын көрсетпедім. Енді қазір жеке сөздерді, бүгінгі оқыған сөздерді жазып шығайын, Бүгінгі бірінші сөзден бастап жазса, ни, хау, и, бір, у, бес, ба, сегіз, та. Үлкен. Бұл жоқ емес деген мағынада, Коу, ауыз. Бай, ақ. Ny, қыз бала, әйел деген сөз, ма, ат. Ат. Сен жақсы, бір, бес, сегіз, үлкен, коу, ауыз, бай, ақ, ny, әйел, ма, ат. Бүгінгі
сабақтағы жеке сөздер. Ни, хау, и, у, па, да, коу, бай, нü, ма, ни, сен. Мен, сен, ол дегендегі сен. Ни, хау, жақсы. И, бір. Цифрдағы бір деген сандағы бір. У, бес. Ба, сегіз. Да, үлкен. Коу, ауыз. Бай, ақ түс, рең түстерді білдіреді, свет қой білаші айтқанда, ақ рең, нü, әйел, қыз деген мағына білдіреді, ма, ат, енді біз ни хау, сәлеметсіз бе? Ни хау, сәлеметсіз бе? Ни, сен, хау, жақсы, Сен жақсысың ба деген сияқты сөз ғой біраш етпен кезде. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай деген біз амандасамыз ғой. Ни хау. Ал үлкен деген сөзде та дедік. Үлкен, та. Енді біз осыған болымсыз түрдегі бу. Болымсыз. Мына жерде жазылмай қапты. Бу. Жоқ емес деген, Жоқ емес. Мысалы, да. Немесе, хау. Жақсы емес. Хау деген жақсы болса, хау. Жақсы емес. Хау. Жаман. Жаман. Хау. Мысалы біз ақ дейміз, ақ емес. Қалай айтамыз? Бай. Ақ емес. Мысалы, өте ақ екен, ақ. Бай болса, бай. Ақ емес. Нормал екен, ондай ақ емес. Бай. Егерде үлкен емес деп айтсақ, да, үлкен емес. Да. Үлкен емес. Ни хау. Сәлеметсіз бе? Ни, сен. Хау, жақсы. Ни хау. Сәлеметсіз бе? Жоқ емес. Хау. Жақсы емес. Жаман. Хау. Бай дегеніміз ақ емес. Жоқ емес. Бай ақ. Сонда бай ақ емес.
үлкен емес. Бу. Жоқ емес. Та. Үлкен. Бу та болса үлкен емес. Бу. 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 Жоқ емес. Ни. Сен. Сен. Хау. Жақсы. Бір. Бес. Ба. Сегіз. Та. Үлкен. Коу. Ауыз. Бәй. Ақ. Ny. Әйел, қыз. Ма. Ат. Тама деп айтуға да болады, үлкен ат. Ни хау. Сәлеметсіз бе? Ни хау. Сәлеметсіз бе? Бу хау. Жақсы емес, жаман. Бу хау. Бу бәй. Ақ емес. Бу бәй. Бу та. Үлкен емес. Бу та. Бұл бірінші сабақтағы сөздер, сосын кейін сөздерден кішкентай сөз құрастырдық, е? Бу. Ни. Хау. Ба. Та. Коу. Бәй. Ny. Ма. Ни хау. Бу хау. Бу бәй. Бу та. Бу. Жоқ емес. Ни. Сен. Хау. Жақсы. Бу. Жоқ емес. Ни. Сен. Хау. Жақсы. Бір. Бес. Ба. Сегіз. Та. Үлкен. Коу. Ауыз. Бәй. Ақ. Ny. Қыз. Әйел. Ма. Ат. Ни хау. Сәлеметсіз бе? Бу хау. Жақсы емес, жаман. Бу бәй. Ақ емес. Бу та. Үлкен емес. Енді келесі біз екінші сабаққа түсеміз.